Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін сабағымызда Windows 11-де сетевой папканы қалай ашамыз, ақау болғанда қалай настройка жасаймыз, соны үйренеміз. Мінекей мынандай проблема көп кездесіп жатыр. Windows 11-де сетевой папканы қалай ашамыз және сетевой принтер қалай доступ береміз деген сұрақ туындап жатыр. Осы мәселені қалай шешеміз? Біз алдымен Windows 11 екендігін анықтап білу үшін мына жерге кіріп көрейік. Мысалы, мой компьютер, мышканың 17-ін басамыз, свойства. Мінекей бізде Windows 11 Pro версия. Компьютердің аты admin 103 деген компьютер. Сетті ашқан кезде admin 103 деген компьютер шығу керек, және admin 103-де компьютерінде папкелерге доступ ашылу керек, және принтерге доступ ашылу керек. Айтайлық, келіңіздер сіздермен бірге бір папка жасайық новыйдан, және сол папкаға доступ берейік. Мышканың 17-ін басамыз, создать папку. Мысал үшін осы жерге папканы атын жазайық. Мысал үшін давайте IT маман деген папка ашайық. Мінекей осы папканы аштық. Енді бұл папка доступ беру үшін папканы бір ертіп, мышканың 17-ін басамыз. Свойства деген команданы таңдаймыз. Свойства басамыз. Мына жерде мынандай вкладка бар, вкладка терезе доступ деген. Осы жерде мына кнопка бар, общий доступ деген. Оны бір басамыз. Осы жерден тізімнен бізге все деген таңдаймыз. Все деген адам, яғни қолданушыларын таңдап болған соң добавить басамыз. Астына қосылды. Егерде біз папкаға полный доступ беруіміз керек болса, біз мына жерден чтение и запись деген таңдауымыз керек. Сол кезде бұл папкаға файларын көшіріп алып келуге болады, және бұдан алып кетуге де болады. Сол үшін чтение и запись деген команданы таңдасақ, полный доступ ашылады. Егерде чтение деген болатын болса, ол кезде біз ішінен алуымызға болады, бірақ ішіне тастай алмаймыз сет арқылы. Сол үшін полный доступ береміз. Чтение и запись. Мінекей осындай все дегенде қолданушыларын таңдап, чтение и запись қоямыз. И поделиться деген басамыз. Мына жерде мына командадан сұрап жатыр. Да, включить обнаружение сети деген басамыз. Да. Мінекей осы жерде настройкасына доступ қосылды. Готово. Бұнымен доступ әлі ашылған жоқ толығымен. Біз мына жерге кіреміз, мына ұзын сөзге. Центр управления сетями и общим доступом деген соған кіреміз. Осы жерге кіреміз. Осы жерде все сети деген басамыз. Осы жерде мына кнопка, кейбіреудің мына жерде өшік тұрады. Сол үшін мына кнопка қатарын басамыз. Включить общий доступ. Және использовать 120 битное шифрование қосамыз. Кейбір компьютерлерде бұлай тұрады. Включить общий доступ с паролем защиты деген. Ондай емес, бізге мынау керек. Отключить общий доступ с паролем защиты деген қосып қоямыз. Мінекей қосылды, көк болып тұр. Біз мынаны істеп болдық, енді мынаған кіреміз. Жоғарыдағы бұяқта да включить сетевое обнаружение қосылып тұрады. Включить общий доступ к файлам мен принтерам қосылып тұрады. Және частный дегенде включить сетевое обнаружение, включить общий доступ к файлам принтерам қосылып тұр. Мінекей барлығы 3 бөлімнен қосып шықтық сетті. Мына жерге сохранить басып шығып кетеміз. Мен де басылып қойған, себебі мен бұдан алдын доступ ашқам, сол үшін сақталып қалған. Сіздерде сохранить басып шығып кетесіздер. Жабамыз. Закрыть бастық. Енді ішіне бір документ тастап қойық. Айтайлық, бір Word немесе музыка сияқты. Міне папкеге бір музыка тастап қойдық. Мінекей бір музыка көшіріп қойдық. IT маман деген папкеге. Енді мына папка дайын тұр. Ішінде кірсек бір клип дайын тұр. Енді бұның папкеге доступ ашылған, ашылмағанын тексеру үшін біз сет деген рабочий столда сет деген папканы ашамыз. Сетке кіріп
егер де біздің компьютерді іздейтін болсақ, біздің компьютердің атауы admin 103 деген. Мына жерде тізімді ашып қарайтын болсақ, admin 109 деген бар екен. Біздің компьютер ішінде жоқ. Admin 103 деген. Енді не істеуге болады? Осы мәселені қалай шешеміз? Қазір оны видеоның соңына дейін көрсеңіздер, мен секретін көрсетемін. Оған дейін біз принтерге доступ берейік. Принтерге доступ беру үшін пуск, настройка, яғни параметры. Осы жерге кіреміз. Ескертіп айтайын, бізде Windows 11 Bluetooth устройство деген кіреміз. Осы жерде бізге принтер керек. Принтер сканері басам. Бізде біздің компьютерде Epson L805 деген цветной принтер орнатылған. Осын ашам. Осы принтерге мен сетке доступ ашуым керек. Сетке доступ қалай ашам енді? Ол үшін свойства принтерге басам. Мына жерде мына доступ деген терезе бар. Осыған кіріп, мына галочканы басу керек. Общий доступ к данному принтеру басамыз. Мінекей қосылды, енді применить. Окей. Бұл принтерге доступ ашылды. Сетке кіреміз, обновить басам. Тағы да қарайтын болсақ, admin 103 шығып қалды. Сетте жоқ. Мына бетте де жоқ. Енді істеуге болады. Өзі үлкен мәселе осы Windows 11-де көп туындайды. Ол сетке папкілерге доступ ашу және принтерге доступ ашу. Тек қана Windows 11-де емес, Windows 10-да да 10-шы версияда тура дәл осындай проблема туындап жатыр. Қазір барлық жерде сондай. Бұл мәселені шешу үшін бізге мына нәрсе керек. Мой компьютерге басамыз. Мышканың оң жағын басамыз. Свойства. Яғни управление. Немесе свойства, разница жоқ. Управление. Управление осы жерге біз мына команда керек. Службы и приложение. Службы и приложение кіреміз. Мына жерде службы екі рет етіп ашамыз. Мына осы терезеде мынандай службалар көп. Windows-ның ішінде әртүрлі службалар бар, яғни қызмет түрлері. Мінекей өте көп. Осылардың арасында бізге публикация ресурсов деген қатар керек, яғни сондай команда бар, сондай қызмет түрі бар, соны қосуымыз керек. Ол өшік тұр қазір. Мына жерін тауып аламыз қазір. П әріпіне келдім. Мінекей. Публикация ресурсов, обнаружение функций. Бұл дәл осы қызмет түрі Windows 11-да бар, және Windows 10-да да бар. Тура дәл осындай қызмет. Публикация ресурс, обнаружение бір басамыз. Мышканың оң шетін басамыз. Свойства кіреміз. Мінекей мына жерге қарасаңыздар, тип запуска отключена дейді. Бұл өшік тұрған. Өшік тұру негізі Windows орнатылып болған кейін өшік тұрады бұл. Осы жерге келіп біз автоматически деген команданы таңдаймыз. Бастым. Применить. Енді мына жерде мына кнопка пайда болды. Енді осыны запуститті басымыз керек. Мінекей запуск басталды. Окей. Мына жерге байқасаңыздар, мінекей экран видеоны арқа айналдырып көріңіздер. Мына жерде admin 103 деген пайда болды. Admin 103-ке кіреміз. Бұл біздің компьютер. Кіріп көрейік. Мінекей. Мен жай айтқан папкілер ашылды. Доступ ашылған папкілердің барлығы осы жерге шығып тұрады. Принтерге доступ ашылды. Мен жай айтқан IT маман деген папка ашылып тұр. Доступ ашылып тұр және ішіндегі файлда, яғни музыка, клип ашылып тұр. Ол дұрыс деген нәрсе. Мінекей. Осындай тәсілмен біз мәселені шештік. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Осындай проблемалар шығып жатқан болса, яғни IT саласына жақын Windows программаларына немесе техникалық бір ақаулар болса, сұрақтар қойыңыздар, жауап беруге тырысамын. Сол үшін YouTube-қа кірген кезде менің каналымды іздеп табу қиын емес. Жай ғана YouTube-та ашып, поиске
IT собачка IT маман деп жазсаңыздар болды, шығады. Мінекей собачка IT маман. Enter'ні басып іздейміз. Мінекей осы логотиппен менің каналыма кіріп, каналда әртүрлі видеолар бар. Әртүрлі тақырып бойынша, яғни IT саласы бойынша плейлистке кірсеңіздер, плейлисттерге бөлініп қойған. Мысалы, антивирустар орнату, прошивка жасау, ашық сабақтар, үйірме сабақтар, IT конкурстар бойынша программалармен жұмыс жасау, фотошоппен жұмыс жасау, заправка жасау, установка жасау. Осылармен таныс боласыздар. Подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін сіздерге. Сау саламатта болыңыздар.